Ассалаумағалейкум, құрметті оқырман, сіз жаңа ғана маған жарнамаға өзіңіздің заявкаңызды қалдырған едіңіз. Мен сізге осы қазір бір жарты сағаттың ішінде TikTok Ванхун товарный бизнес туралы түсіндіріп өтейін. Жалпы мен өзіме келетін болсақ, мен 7 жылдық өзінің опытым бар, маркетологпын. Жалпы сату саласында болсын, товарка болсын, инфобизнес болсын, барлық салада мен өзімді продюсер ретінде, маркетолог ретінде жұмыс жасап жүрген жайым бар. Енді қараңыздар. Білесіздер, саудада жүргендеріңіз бар, жүрмегендеріңіз бар. Бәрі онлайнға ауысып жатыр қазір. Сауда бұрынғыдай емес, қалып кетіп жатыр. Демпинг деген нәрсе бар, Каспи, Валберс, маркетплейстерде. Баға төмендеп жатыр. Бұрынғыша емес, бәрі онлайнға кетіп жатыр. Невидимый конкуренттер көбейіп кетті. Бәрі складта отырады, бағаны төмендетеді. Неліктен? Өйткені қазір TikTok деген нәрсе келді нарыққа. TikTok баяғыдан бар, бірақ та сіз оны дұрыс қолданбай жүрген болуыңыз мүмкін. Қараңыз. Бәрі онлайнға ауысып жатыр, бәрі онлайнға ауысып кетіп жатыр қазір. Сіздің қандай үлкен квадратурадағы офисіңіз болмасын, складыңыз болмасын, бәрі онлайнға кетіп жатыр. Осы жерде қараңыз. Бұл жерде бізде TikTok Ванхун товарный бизнес. Жалпы Ванхун деген сөз, ол сатушы деген мағынаны береді. Қытай тілінен аударған кезде бұл TikTok-пен сату үлгісі жалпы әлеуметтік желі арқылы, тікелей эфир арқылы товар сату үлгісі Қытайдан шыққан болатын. TikTok Ванхун және де қосымша товарный бизнес. Товарный бизнесті білеміз. Товар сату, ол жерде офлайн болсын, таргетпен сатқандар бар, маркетплейспен сатқандар бар. Именно Ванхунмен сатқандар аз. Және де дұрыс сатып жатқандар да аз мұның ішінде. Енді неге біз TikTok-ты қазір алып отырмыз? Неге? Өйткені бұл жақта трафик деген. Трафик деген адамдардың саны. Үлкен топ бар ғой, бұл жерде біз TikTok-қа не үшін кіреміз? Өйткені бұл жақта біз массаға сату үшін кіреміз. Бір дегенде 150, 200, 300, 400 адамға сату үшін біз кіреміз. Саудадан X10 жасау үшін біз осы жаққа кіріп жатырмыз. Барлық кәсіпкерлер солай жасап жатыр. Трафик тегін. Инстаграмдағыдай, басқа жақтағыдай, Каспидің ішіндегідей. Бұл жақта бір клиентке сіз жармасып, ұстап, бүйтіп қатып қалған емессіз. Лид бағасы бұл жақта арзан. Өте арзан. Сіз 1000 теңгеге 1000 лид алатын жағдайларда кездескен. 1 теңгеге жетпеген 1 лидтің құны. Осындай жағдайлар менің өз опытымда бар. Лид дегеніміз ол номер. Бір сіздің клиентіңіздің нөмірі. Трафик тегін, айтқандай. Және де стрим, прямой эфир. Стрим деген нәрсе бар. TikTok стрим. Ол прямой эфир деген сөз. Жай ғана прямой эфир. Инстаграмда бар ғой прямой эфир. Бұл осы. Және де массаға сату болып табылады. Енді қараңыз, бұл жерде көп адамдар сұрақ қояды маған. Инстаграмда да прямой эфир бар дейді маған. Инстаграмда бар. TikTok-та бар. Не үшін біз баяғыдай Инстаграмды қолдана бермейміз? Қолданамыз. Товарный бизнесті біз әлі де Инстаграмды қолданамыз. TikTok-ты да қолданамыз. Даже біз OLX-ді де қолданамыз. Каспидің ішіндегі объявлениені де қолданамыз. Қандай қазір тез деген маркетплейс шығып жатыр, Каспи шығып жатыр, Валберс шығып жатыр, Amazon бәрін қолданамыз. Өйткені біз товарный бизнеспен айналысқандықтан полностью бүкілін қолданамыз. Біз даже WhatsApp чаттарға да жібереміз. Каталогтар жасаймыз, Telegram чаттарға бәріне жіберіп отырамыз. Лишь бы сіздің товарыңыз өтсе болғаны. Әр жақтың өзінің сегментациясы бар, әр жақтың өзінің целевой аудиториясы бар. Мысалы, OLX қарайтын бөлек аудитория бар, Instagramмен сатып алатын бөлек аудитория, TikTok-тан стримнен алатын адамдар вообще бөлек адамдар негізінде. Сіз оны толығырақ қазір түсініп алатын боласыз. Енді осы жерде Instagram мен TikTok-тың айырмашылығы бұл жерде. Мысалы, сіздің Instagram-ыңызда 1000 подписчигіңіз бар. Егер де сіз прямой эфирға кірсеңіз, мысалы, есіміңіз Аслан болса, Аслан прямой эфирға шығып жатыр деп 1000 адамға уведомление барады. Кіріңдер, тез Аслан прямой эфирға шығып жатыр, өзінің продуктысын айтып жатыр деп келеді Инстаграмға. TikTok-та қалай? TikTok-та сізде бәлкім 100 подписчик қана, 50 подписчик қана болуы мүмкін. Сіз стримға шығасыз, бірақ та сіздің стриміңізға 50 адам емес, 100 адам емес, даже 3000, 4000, 5000 адамға дейін кіруі мүмкін. Подписчигіңіз 50 болса да. Неге? Өйткені ол жақта ондай алгоритм жоқ. Подписчик қатты рөл атқармайды. Подписчигің көп болса жақсы, әрине. Сапалы подписчик болса. Анау 1000 теңгеге сатып алған, 1000 теңгеге лайк басып алған, өтірік роботтар, басқа бір елдің өтірік аккаунттар емес, шынайы подписчик болса. Ал егерде сіздің шығып жатқан Instagram емес, TikTok-тағы стриміңіз, прямой эфиріңіз қызықты болса, сізге адамдар қосыла береді. Және де TikTok-тың тағы бір айырмашылығы бұл жерде стрим таргет деген нәрсе бар. Стрим таргет. Сіз стримға шығасыз ғой.
стримға шыққан бетте өзіңнің стриміңізді таргетке жіберіп жібересіз. Таргет деген, білмесеңіз, таргет деген ол реклама. Инстаграм таргет дегенді білесіз, естігенсіз бұрында, иә? Сізге шығып тұрады ғой реклама деп, подробный кнопкасын бас, толығырақ білгің келсе былай жаса деген сияқты. Дәл осылай сіздің стриміңізді таргетке жібересіз. Одан потолок бір үлкен бір заявкалар келеді. Адамдар кіре береді, кіріп сіздің стриміңізге көп адам кіреді, ұстап қалу өзіңізден. Енді қараңыз осы жерде. Мен өзім осы Қытайға барып, кәсіпкерлермен араласып, адамдар олар қалай жасап жатыр, сату техникалары қалай, қандай өнер қолданып жатыр, олар кәсіпкерлер қандай ванхундарды оқытып жатыр, қандай бір сату әдістерін қолданып жатыр, акцияны қалай жасайды, және де стрим уақытында тегін сыйлықтар беру, тегін бір нәрсе ойнатып жіберу, тегін бір акция жасау арқылы өзінің бір аудиториясының ішінен 20-30 адамды бір моментте сату. Осындай бір техникалардың барлығы мен өзім барып, сол жақтан қарап, көзбен көріп, басыма түйіп, қазір осы Қазақстан бойынша өзіміз соны беріп жатырмыз, кәсіпкерлердің арасын таратып жатырмыз. Келесі, бұл жерде онлайн сауда не үшін арзан? Не үшін арзан, не үшін бағаны сындырып жатыр? Өйткені онлайн сауда бұл жерде аренда төлемейді. Мысал ретінде мен қазір өзі отырған офисыма, мысалы мен аренда төлеймін. Ал егерде ванхундар аренда ешқандай төлемейді, өзінің үйлерінде, товар тұратын жалпы складында, сондай жерлерге бір 5-10 теңгесін беріп қояды, бірақ та мынандай бір қымбат аренда төлеп отырмайды олар. Үлкен ондай қымбат офис керек емес оларға. Клиентті офисыма кел деп шақырудың мүлдем қажеті жоқ. Осындай қазір мен қалай видеоға түсіп отырмын, тура осылай видеоға түсіп отырып, олар сату өнерімен, өздерінің жаңағы лайфхактар, мен берген лайфхактарды қолданумен менің студенттерім солай жасап жатыр қазіргі уақытта. Аренда ешқандай төлемейді, және де оларға мүлдем бір үлкен складтардың керек жоқ. Менің қолымнан товарды алды, үйлеріне апарып сатты деген сияқты. Дәл осындай системаны барлық жақта қолданып жатыр. Тура осындай нәрсе. Енді товарға келіп тоқталайық, иә? Мүмкін сіздің қолыңызда товар бар, немесе товарға енді кіргіңіз келіп жүр, оны қалай сатам, оны қайдан әкелем деген бір вопростар бар. Көбінесе адамдар Турцияға, Қытайға, басқа мемлекеттерге барып алады. Содан кейін өзінің басындағы оймен, ай осы өтеді-ау, осыны мен сатам-ау деген бір оймен бір товарды алып келеді. Ол өтпей қалуы мүмкін, мүлдем көп жағдайда өтпей қалады. Неге? Өйткені ол нарыққа сәйкес емес товар болуы мүмкін, нарыққа сәйкес болса да ол оны сата алмайды, просто қалып қояды. Жаздың товары қысқа қалып қояды, қыстың товары жазға қалады. Ол сосын себестоимостьпен өзіне береді, бағаны төмендетеді, туысқандарына таратады деген сияқты. Бәрін сөйтіп жасап жүре береді. Мысалы, товарка, иә? Товарка қалай сатамыз? Сатудың жолдарының біреу сарафан, иә? Адамдарға айту арқылы, ой, Дастан мынандай товар алып кетті, алыңдар деген сияқты группаларға тарату, WhatsApp арқылы сату түрі бар. Инстаграммен онлайн өзіңіздің дүкеніңізді ашасыз. Дүкеніңізді ашу арқылы дұрыстап оформление жасайсыз. Өзіңіздің логотипіңіз болады, жақсы сапалы фото-видеолар түсіресіз деген сияқты солай ақырын өзіңіздің магазиніңізді раскачать ете бересіз. Telegram арқылы өте жақсы сатудың жолдары бар. Telegram арқылы сатылады, сайт арқылы сатыласыз. Өзіңіздің одностраничный сайтыңызды 2 минуттың ішінде жасай саласыз, сата бересіз. Енді қараңыз, осы жерде Telegramыңыз бар, сайт бар делік, WhatsApp, Instagram барлығы бар. Енді таргет реклама жіберсеңіз болады. Таргет реклама, иә, білесіздер. Бәрі қазір реклама жібереді ғой. Осы таргет реклама, блогерлерге реклама берсеңіз болады. Блогерлерге реклама қалай жүзеге асады? Мысалы, мен өзімнің бір мынандай күшті ручкам бар. iPadқа келе береді, мынандай iPadқа. Мен жарнама жасаймын, бір блогерге барам, осындай адамға. Давай, сен маған, мысалы, мынандай ручканың осындайын берем. Сен маған жарнама жасап берші деген қарапайым схемасы. Бартермен жасау болады, ақшасын төлеуге болады, болмаса процентке келісуге болады, өткенінен деп ше. Түрлері өте көп. Қандай блогерлермен жұмыс жасау керек екенді мен айта аламын. Үлкен бір 3 миллион, 4 миллион, 5 миллион подписчигі бар адамдармен жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Барынша 20 мың, 10 мың, 30 мың, 40 мың оқырманы бар, подписчиктары бар адамдармен, блогерлермен жұмыс жасасаңыз, сізге өте жақсы ақтап береді. Осылай. Және де маркетплейс бар. Маркетплейсті ұмытып кетпейік. Тегін маркетплейстер бар бізде.
OLX сияқты, Каспийдің ішіндегі сияқты бар. Содан кейін енді шығып келе жатқан кішкентай маркетплейстердің ішінде де өзінің отыратын аудиториясы 700-800 адамдық аудиториялары бар. Міндетті түрде ол Сату.kz сияқты сайттарға бәріне біз береміз, топқа шығарамыз ақшасын төлеу арқылы. Сол жерден де ол продажасы бола беретін болады. Қараңыздар, жалпы товаркада мына жерде қалай сатылу керек екенін сіздерге айттым. Енді бұл жерде өзінің жасалатын дүниелері бар. Сапалы фото, мысалы, сапалы фотоға түсіру. Мұнда сіздің қолыңызда телефон болса, ешкімге жүгінбей өзіңіз сапалы фото видеоларды түсіре аласыз. Содан кейін жақсы видео түсіресіз, түсірдіңіз. Сосын брендинг жасайсыз, логотип, өзінің слогандары болады, брендингі болады. Мысалы ретінде осындай компания, бақытқа апарар жол, Билайн біз үшін тағы не істей аламыз деген сияқты. Соның барлығын сіз жасау арқылы ешкімге ешқандай ақша төлеудің бірақ қажеті жоқ. Қазір дамыған заман ИИ деген нәрсе бар. Жасанды интеллект, искусственный интеллектпен біз бәрін өзіміз жасаймыз қазір. Құдайға шүкір. Тегін маркетплейстерге описание болсын, оның фотолары болсын, видеолары болсын. Қазір ешкімге бір артық ақша төлеудің қажеті жоқ. Жай ғана ойлана алсаңыз, мына телефонның көмегімен сіз бәрін жасай бересіз. Бәріне анализдер жасайсыз, бәрін жасайсыз. Мысалы ретінде сіздің қолыңызда товар бар деліге, қолыңызда товар бар. Сіз товарды мына жерде айтылған барлық амалдарды қолданыңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, бір 30-ға жуық осы құралдарды пайдалану арқылы сіз алғашқы өзіңіздің 500 мың теңгеңізді таптыңыз. Алғашқы маржа пайдаңыз 500 мың теңгеңізді таптыңыз. 500 мың тапқаннан кейін дәл осы процесті қайталау арқылы және де мына жердегі рекламаны қосу арқылы, мына жерде тұрған рекламаны блогермен жұмыс, реклама, осы амалдарды жасау арқылы сіз осы өзіңіздің табысыңызды кемінде 5 есе өсіре аласыз. 5 есе өсіресіз. Мына жерде тұрған таргет жарнамасы бар, және де мына тұрған блогерлерге, өзінің бір аудиториясы бар адамдарға жарнама жасату арқылы сіз өзіңіздің табысыңызды кемінде, бұл жерде кемінде 5 есе өсіру бұл шарт болып табылады. Біздің жобамызда болсын, кез келген товарный бизнесті бастаған кезде 5 есе өсіру ол өте маңызды. Бұл 5 есе өсіру 2 немесе 3 айдың көлемінде жүзеге асатын процесс болып табылады. Енді құрметті достар, қараңыздар, мен сізге жалпы мына TikTok стрим, товарный бизнес екеуін қосу арқылы, мысалы, үлкен бір нәтижеге жетуге болады. Ол қалай? Мен сіздерге мына жерде айтқаным, мына жердегі товарный бизнес, сарафан, WhatsApp, Instagram, Telegram, сайт, барлығын қолданып келдіңіз, маркетплейс бәрін қолдандыңыз, және де сол 2,5 миллион теңгеге сіз пайдаға шықтыңыз деп мысал ретінде айттым, мысал ретінде. Дәл осының барлығын жинап, мысал ретінде. Дәл мұнаның бәрін жинап, мына жалғыз TikTokқа әкелсек, бұл осымен пара-пара болады. Даже TikTok стрим бұдан асып кетеді. Өйткені мен тағы да қайталап айтам, бұл жақта трафик тегін. Адамдардың келуі, ығысуы, сізден сұрауы, қызығушылық танытуы, сізді контентті беруіңіз мүлдем басқаша TikTokта, мүлдем басқаша. Бұл жақта сіз таргет жарнамасын жасасаңыз, мүлдем сіз бұл өзіңіздің бұрынғы жасап жүрген нәтижеңізден қарағанда потолокты биіктетіп қоясыз. Міндетті түрде. Енді осы жерде мен сізге айтайын дегенім, мысалы бізде бәрі TikTok стримді білгісі келеді, біліп алады делік. Бірақ та қолында сататын товары болмайды көп жағдайда. Немесе Қытайға барып, немесе барып оптовиктерден товар сатып алу керек болады. Бұл жерде ошақтағы оптовиктерден алса, кішкене маржа төмендеу болып қалады. Ана жаққа барса, өзінің басындағы нақты бір нарықты зерттемегендіктен шатасып көп жағдайда дұрыс емес товар әкеліп жатады. Оның барлығы қалтадан ұрады. Оның бәрі шығын. Сондықтан да мен мынандай бір жақсы адамдарға, кәсіпкерлерге ұсыныс жасап отырмын. Мысалы ретінде менің өзімнің складым бар. 50 миллион теңге тұратын складым бар. Ол складта жаз айларында, осындай сезондарда өтетін. Мысалы ретінде кондиционерлер, үлкен илетін кондиционерлер емес, бұл жақта передвижной.
мына бөлмеден мына бөлмеге, екінші, үшінші бөлмеге деген сияқты. Сосын электробайктар, велосипедтер, самокаттар, ойыншықтар, кішкентай балаға арналған. Содан кейін люкс качестводағы кухонный комбайндар, ыдыс-аяқтар, тефальдар, неше түрлі брендтің люкс качестволарын алып келіп, біз осы айларда сататын боламыз. Бұл жерде қыздың жасауына болсын, үйге арналған заттар, қазіргі кезде көп қой енді, көбінесе пылесостар сатылып жатыр деген сияқты. Осындай өтетін товарлар біз әкеп қойғанбыз. Және де осы біздің орталықтағы адамдарға біз оларды беріп жатырмыз қазір товарларды. Просто сіз маған келіп, осы TikTok стрим бойынша практикумнан өтесіз, повышение квалификации былайша айтқан кезде өзіңіздің біліміңізді шыңдап аласыз да, әрі қарай мынандай бір телефонды қолыңызға алып, алыңызға бір жарықты қойып, лампаңыз қойып, осылай отырып стримға шығып, өзіңіздің товарларыңызды сата бересіз. Мен берген товарларды үстіне маржаңызды қойдыңыз, солай жай ғана пайдаңызды таба бердіңіз. Жай ғана осы телефонның және де осы ішіндегі интернеттің көмегімен, осы екі-ақ нәрсе керек. Телефоныңыз болса, ішінде тарифі болса, бітті. Осы екі нәрсенің көмегімен сіз айына кемінде менің 50 миллион тұратын складымнан товар алып, айына кем 500 мың теңге таба алатыныңызға мен кәміл сенімдімін. Өйткені осыған дейін көп адамдар оны жасап тастаған осы уақытқа дейін. Енді қараңыздар, біз бұл практикум негізі 5-7 күннен тұрады. 5-7 күн ішінде кез келген адам оны алып кетеді. Хоть ол кісі пенсионер болсын, хоть ол кісі оқушы болсын, ол кісі госслужащий болсын, ол кісі мұғалім болсын, кітапханашы болсын, электрик, источник. Өйткені осы мамандықтардың бәрі бізге келген. Бұл жерде тек қана товар емес, өзінің услугасын сатылған, біреулер өзінің курсын да сатқан, біреулер өзінің массажын да сатқан, біреулер өзінің эко-товарын, менен товар алып сатып жатқандар мынадан жетеді Қазақстан бойынша. Мен жалпы сіздермен мына өзімнің TikTok Ванхун практикуммен қазір таныстырып өтейін. Ол қалай өтеді жалпы? Қалай өтетіні жайлы. Біз Астана қаласында орналасқанбыз. Астана қаласы осындай офиста отырып 5-7 күн бойы офлайн біз жұмыс жасайтын боламыз. Мысал ретінде қараңыз. Жобаның шарттарымен таныстырып өтейін сізге. Жалпы TikTok әлеміне біз разбор жасаймыз. Қалай біз TikTokпен жасаймыз, TikToктың шарттары қандай, біз тағы не істейміз деген сияқты. Товарный бизнес жайлы түсінік. Жалпы біз қандай товарды қолымызға аламыз. Сатпас бұрын біз оған анализ жасаймыз. 4P деген сияқты біз үлкен бұрыннан бері келе жатқан маркетинг стратегияларымен, өзінің лайфхактарымен біз бөлісетін боламыз. Және де личный бренд жайлы түсінік. Личный бренд, адамның өзінің бренді арқылы қалай сіз сатасыз, өзіңіздің брендіңізді танытасыз, даже Қытайдан, басқа мемлекеттерден өзіңіздің атыңызбен, брендіңізбен товарды қалай әкелсе болады. 4P методикасын айтып кеттік. 50 миллион складқа доступ алу жолдары. Сіз осында келдіңіз, сізге 50 миллион складтың ішінен нақты өзіңіздің нишаларыңызды таңдап аласыз, сонымен әрі қарай жұмыс жасайсыз. Маржаңыз үстіне қойдыңыз, болды саттыңыз. Келдіңіз, үйіңізде отырып сатасыз, келдіңіз осы офисқа келіп сатасыз, келдіңіз барып складқа барып сатасыз, келдіңіз басқа қалаға барып сатасыз. Өзіңіз дилер болып кетесіз даже. Ниша сала разбор. Өзіңіздің нишаңыз болса, мысалы, салаңыз болса, бұрыннан бері айналысып жүрген строительдер болсын, ет сататындар бар, жарық қондыратындар бар, кондер бар, компьютер жөндейтіндер бар, мебельщиктер бар, неше түрлі кәсіпкерлер осы уақытқа дейін келді, және өзінің салаларын дамытып ары қарай кетіп қалды. Аккаунт ашу. TikTok аккаунт ашу, иә? Бұл жерде TikTok аккаунт ашу, қазақстандық аккаунт, және де шетелдің аккаунтын ашу. Монетизация деген нәрсе бар TikTokта. Өте қызық дүние ол. Ол жақтан да ақша таба аласыз. Қосымшалар жүктеу жалпы. Бұл біздің практикумда айтылатын нәрселер. Қосымшалар жүктеу. InShot, ChatGPT, DeepSeek, Lightroom. Бұдан бөлек 100-ге жуық искусственный интеллект, жасанды интеллекттармен біз жұмыс жасаймыз. Осы жасанды интеллекттермен жұмыс жасауды біз көрсетеміз. Упаковка профилі TikTok, Instagram. Негізгі түріңіз TikTok, Instagramда сіз жарқырап тұру керексіз. Мощный болып контент жасап отырсыз, товарларыңызды көрсетіп отырсыз, қалай сіз жарықты қоясыз, сіз қалай бір нәрсені сатасыз. Сіздің түріңіз, сіздің былайша айтқан кезде визитный карточка дейді ғой. Қазіргі кездегі Instagram, TikTok'ыңыз сіздің келбетіңіз ғой. Сол Instagram, TikTok'қа қарап сізге адамдар баға береді. Мынаның Instagram мынандай екен, мынау былай екен. Бұл кәсіпкер екен, бұл мынандай екен, бұл Instagram білмейді екен деген сияқты сізге сразу солай баға беретін болады. WhatsApp ссылка жасау.
WhatsApp ссылка жасау деген бір кішкентай дүниенің бір изюминкасы бар. Соны ссылканы жасау арқылы қалай сіз шығасыз басқа жаққа, TikTokқа ссылка қоюға бола ма, нөмір қоюға бола ма, болмайды деген сияқты үлкен бір мәселелерді қозғаймыз. Енді біз содан кейін тапсырма береміз сіздерге. Екінші сабақта тапсырманы тексеру. Жалпы көп адамдарда мынау келген кезде телефондары кішкене ауыр жұмыс жасап, памяттары толып кетіп сөйтіп жатады. Соны біз телефонды реттейміз. Телефонды реттеп тазартып аламыз біріншіден. Логотип жасау, слоган жазу. Оның барлығы искусственный интеллектпен жасалады. Оны көрсетеміз. Камераға түсірудің алғышарттары болады. Камераға жалпы қалай түсіреміз? Мобилографияның артықшылықтары. Осы жақтағы түсіретін адамдар, команда барлығы жүріп, телефонды дұрыс ұстау керек. Камераның настройкасы қалай болады? Өзіңізді түсірсеңіз қалай, сырт жақты түсірсеңіз қалай, телефонды тазарту, камераны реттеу, оның настройкасын жөндеу, барлығы осының ішіне кіретін болады. 3 этаптан өтесіз. Жалпы камераға түскен кезде сіз мысалы қорқуыңыз мүмкін, камерадан кішкене ұялам дейсіз, қорқасыз. Соның барлығын біз осы жерде отырып жеңеміз. Қорқынышты жеңу. Ол қорқыныш жеңетін, ол тез жойылып кететін нәрсе. Әсте келеді, ол өтіп кетеді. Сіз еркін сөйлейтін боласыз. Дәл мен сияқты камераға қарап еркін сөйлей беретін боласыз. Адамдардың алдына шығып еркін сөйлей беретін боласыз. Өзіңіз товарыңызды сата беретін боласыз. Былайша айтқан кезде ақша тауып бастағаннан кейін ол қорқыныштың бәрі кетіп қалады. Так, товарға презентация жасап үйрену. Товарға презентация дегеніміз сатып үйрену. Сату өнері бұл жерде. Содан кейін тапсырма 30 видео түсіру. 3-ші сабақ қараңыздар. Қатемен жұмыс жасаймыз. Мобилография базовый сабақтары бар. TikTok, Instagram ережелері. TikTok'та не істеуге болады, болмайды. Instagram'да не істеу керек, не істемеу керек. TikTok пен Instagram бірдей нәрсе емес. Екеуі екі түрлі компания. Біреу Америкада, біреу шығыста жасалған, батыс пен шығыс. Видеоны жүктеу. Түсірген видеолар біз жүктейміз. Содан кейін CTR деген не нәрсе? CTR деген ол өзі бір бөлек бір әлем. Видео түсірген кезде нені жасау керек, жасамау керек деген нәрсеге кіреді. Бұл енді біздің практикумда айтылатын нәрсе. CTR мықты болса, сіздің видеоңызды до конца бәрі қарайды. Call to action, призыв к действию дейді. Адамды бір әрекетке итермелеу. Видеоның барысында өзіңіздің әлеуметтік желіні жүргізген кезде осы call to action, CTR сияқты нәрселерді қолдану бұл өте маңызды. Біздің практикумға өткен кәсіпкерлердің барлығы бұны 5-ке бөліп кетеді. Әрі қарай оны любой бизнес ашса, соны қолдана беретін болады. Оффер дегеніміз не жалпы? Оффер дегеніміз не? Ұсыныс деген нәрсені естігесіз бе бұрында? Оффер деген нәрсені біз досконально адамның миына кіргенше біз тесіп тұрып көрсетеміз. Обложка жазу, мысалы, описание жазу. Обложка жасау, видео жүктеген кезде, фото жүктеген кезде барлығын біз көрсетеміз. Тақырып сценарий жазу. Сценарий не ол? Жай ғана біз сөзді мынандай бір телефон сатып жатырмын емес. Осындай 256 гигабайт памяти бар, 3 камерасы бар, сондай кино түсіруге болатын телефонды сіз осындай бағада, осындай күнде, осындай акциямен алып қалыңыз деген сияқты осындай әдемі сөздермен сіз әлеуметтік желіні жүргізесіз. Уже бір товарды көрген кезде сіз басыңызда мынандай бір компьютер сияқты бір складываться етіліп кете береді. Мен мынаны былай айтамын қазір. Былай айтамын, мынандай артықшылықтары бар, клиенттің мынандай бойы бар, мен соған тием, содан кейін сатып жіберемін, өзімнің пайдамды табам. Тура осылай сіз өзіңіздің басыңызда калькуляция жүреді. Енді қараңыз, 4-ші сабақ товарка стратегиясы. Толықтай товарка стратегиясы жасалады. Сіз мына 5 түрлі товар жасадыңыз, 5 түрлі товар сіз қалай сатасыз, кімге сатасыз, қалай доставка жібересіз, ақшасы қалай түседі, проценті қайда кетеді. Және де мен осын жасаған кезде өзіме қанша маржа табамын, және де оны қалай инвестиция жасаймын, Қытайға қашан кетемін, Гуанчжоуға барам, о жақтан товар әкелемін, өзім брендім жасаймын, маркетплейстерге салам деген сияқты өзіңіздің грандиозный пландарыңызды о жақта жасайсыз. WhatsApp чат, рассылкалар, OLX, сарафан, блогерлерге сыйлық, отзыв жинау міндетті түрде. Маркетплейстің барлығына кіресіз, TikTok продвижение, TikTok таргет жасайсыз, Telegram канал ашасыз, каталогты жасайсыз, контент план жазуды өзіңіз үйреніп аласыз. Және де TikTok, Instagram стратегиясын құрып аласыз. 1 жылдық стратегияны құрасыз, және 1 жылдық стратегияға жоспар құру арқылы өзіңіз әрі қарай жалғыз өзіңіз команда жинау арқылы жұмыс жасайсыз. Команданы жинау, толық командаға айлықты беру, бір жерге егерде бір мықты жерден аренда алсаңыз, аренда алатындай дәрежеге офлайн бутик ашқыңыз келсе, Астана, Алматы қаласынан, Шымкент қалаларынан бутик ашқыңыз келсе, оның да жолдарын біз сіздерге айта аламыз, өйткені менің өзімнің бутиктарым бар. Енді қараңыз, 5-ші, бұл жерде қатемен жұмыс, уже стрим сабақтары кетті бұл жерде. Ең бір керемет, ең бір қызықты сабақтардың бір стрим. Өйткені біздің
сабағымыздың бір үлкен бір бөлігі стримға қатысты болады. Стриммен үлкен продажалар, алпауыт компаниялар өзінің пландарын, бір жыл орындайтын пландарын 3 күнде орындап жүр қазір. 3 күнде орындап жүр. Ойлаңыздаршы, құрметті достар. Сату өнері. Офлайн, онлайн сату өнері бар. Екіге бөлінеді. Офлайндікі әлі де жүріп тұр, онлайн бірақ та оның үстіне кетіп қалды қазір. Коммуникация, жалпы клиенттермен сөйлесу, доставка жасау, мысалы ретінде кейбір маркетплейстерде 80 килограммнан жоғары товар тасымалдамайды деген нәрсе бар. 80 килограммға дейін ғана тасымалдайды. 80 килограммнан ар жақ бір товарларды біз қалай жеткіземіз Қазақстан бойынша? Ана бір батыста, қиыр шығыста, ана жақта, мына жақта, ауылда отыр. Мен товарды қалай алам дегенге сіз басыңыз қатпау керек. Запросто осылай аласыз, бітті. Одан кейін қаржылық сауаттылық. Неге қаржылық сауаттылық деген сабақ береміз? Өйткені сіз ақшаны таба алдыңыз. Ақшаны табу бір бөлек мәселе. Оны ұстап қалу бір бөлек мәселе. Оны еселеу мүлдем бөлек әлем. Ақшаны түскен уақытта бірден жіберіп алмау, қызыққан нәрсеге салып жібермеу, ойлану, статистикаға қарау, не өтіп жатыр, не өтпей жатыр. Даже ауа райына дейін қарайды. Мықты товар сататын адамдар ауа райына дейін қарайды. Жаз ауа райы қалай болады? Жаңбырлы болса так мынадай товар, ыстық болса мынадай товар, қолайсыз болса мынадай товар деген сияқты барлығын жасау, оборот жинау. Қаржылық сауаттылық осы оборотқа жұмыс жасау. Идеал күн мақсат қою, бұл уже психология. Адам ақша тауып бастағаннан кейін өзінің бір психологиясын реттемесе, ол кетіп қалуы да мүмкін. Әрине ол әр адамның өзінің қолындағы нәрсе. Идеал күн мақсат қою жайлы үлкен біздің сабақтарымыз бар. Өйткені сіздің кез келген нәтижеңіз ол мына ішіңізде жатқан дүниеңіз. Шүкіршілік, ожидание қоймау және де тест тапсыру, сол арқылы біздің өзгеріс бизнес даму орталығынан, мына мен Дастан Саянұлының атынан нақты квалификационный TikTok Ван Хун товарный кәсіпкер ретінде бір диплом алып шығу. Дәл осындай нәрсе, дәл осындай дүние бізде қазір жүзеге асып жатыр. Осындай үлкен бір нәрсені мен сізге сабағымда түсіндіріп беріп отырмын. Енді, құрметті достар, аяғына дейін көрдіңіз деп ойлаймын. Бұл нәрседен сіз не түсіндіңіз? Жайдан жай біріншіден товар ала салмайсыз. Екіншіден сатуды мықтылап біліңіз. Кез келген товар негізі өтеді. Бірақ сату керек. Дұрыс сата алу жолдары бар. Дұрыс сатсаңыз, кез келген товар өтеді. Егер де біз осы жоба туралы, жалпы біздің орталық туралы, товар туралы толығырақ білгіңіз келсе, осы чатқа, WhatsAppқа қазір кері байланыс білдіріңіз. Біздің офисқа келіп офлайн консультацияға келсеңіз болады. Құшақ жая күтудеміз. Қорғалжын 19, бизнес-центр Қорғалжында орналасқан біздің офисіміз, главный офисіміз. Осы жаққа келіп, толығырақ сұрақтарыңызды қойсаңыз да болады, немесе осы біздің практикумға өзгеріс бизнес орталығына командаға қосылып кетсеңіз де болады. Сізге уақытыңызды белгілегеніңізге үлкен алғыс білдіремін. Алдағы уақытта табысты болыңыз. Осы 25 жыл сізге мощный жыл болсын.